Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге ерекше дәмі өте керемет, дәмді, сочный болып шығатын қойдың төс етін духовкада пісіретін боламыз. Менімен бірге міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Бізге қойдың төс еті және қасына кез келген ет қоссаңыздар болады. Көкөністер және дәмдеуіштер керек болады. Толықтай мен описанияға қалдыратын боламын. Ең алдымен біз қойымыздың төс етін жақсылап тұз жағып тұздап алатын боламыз. Одан кейін дәмдеуіштер қосамыз. Дәмдеуіштерді мен бәрін бір ыдысқа салып араластырып алдым. Өте ыңғайлы болады осылай жасасаңыздар. Және осы жерде бізге етімізге, тағамымызға өте ерекше дәм беретін розмарин мен кориандр. Осы екі дәмдеуіш міндетті түрде болу керек. Өйткені дәмін өте жақсы қылып шығады. Дәмдеуіштерді жақсылап жағып болғаннан кейін қоя тұрамыз да противнімізді алып, үстіне фольгамызды төсеп, фольгамызды сәл ұзынырақ қылып аламыз, өйткені бетін жабуға керек болады. Фольгамыздың үстіне төсімізді қойып, енді майонез бен чеснок қосылған соусымызды жақсылап жағатын боламыз. Яғни бұл тұзды өзіне, дәмдеуіштердің бәрін өзіне жақсылап сіңіреді. Жақсылап майонезімізді жағып болғаннан кейін кез келген көкөністерді қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде картошка, помидор және қатырылған бұрыш, укроп, пияз қостым. Бәрін қосып алғаннан кейін фольгамен бетін жақсылап жауып, 250 градусқа 30 минутқа ыстық өткізіп аламыз. Яғни 30 минутта біздің ыстығымыз фольгадан ары қарай өтіп алатын болады. Өтіп алғаннан кейін жарты сағат өткен соң градусымызды 170 градусқа азайтатын боламыз. Азайтып алғаннан кейін 2 немесе 3 сағат өз бабымен пісіреміз. 3 сағат өтті, менде міне осындай керемет тағам болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Піседі арасы, қорықпаңыздар. Міне біздің духовкада піскен қойдың төс еті дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнап жатса достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар және арнама тіркеліп, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, ас болсын.